Барлықтарыңызға сәлем оқушылар. Міне бүгін 83-ші сабағымызға келіп жеттік. Біз осы уақытқа дейін simple шақтарын өттік. Present simple, past simple, future simple өттік. Одан кейін continuous шақтарын өттік. Present continuous, past continuous өттік. Енді future continuous өтпей тұрып, алдында бір-екі сабақ өткізіп жіберейін деп отырмын. Жалпы future simple көп қолданылатын шақ емес, сол үшін де пока оған асықпай қоя тұрамыз. Енді бүгінгі өтетін сабағымыз, балалар 83-ші сабағымызда going to деген сөз тіркесін өтеміз. Балалар go дегенді білесіңдер, go деген бару, жүру деген сөз, ing формасы қосылса, яғни бара жатыр деген, яғни continuous болады, қазіргі мысалы I'm going to the park, мен паркке бара жатырмын деген сияқты. She's going to school, ол мектепке бара жатыр деген сияқты, Сіздер білесіздер, go-дан кейін бізде не болады? Бағыт бағдарды білдіретін to сөзі болады, егер бір жаққа бара жататын болса. Бірақ to деген тағы да қай жерде қойылады? Еске түсірейік, to деген бізде екі етістіктің ортасына қойылушы еді, Мысалы, I like to travel деген сияқты, мен саяхаттағанды ұнатамын деген сияқты. I want to buy, яғни мен сатып алғым келіп тұр. I want to buy a car, мен машина сатып алғым келіп тұр деген сияқты. Екі етістіктің ортасына да тоже to қойылады. Енді қараңыздар, мына жерде going to деген, жаңа айттым, бір жаққа кетіп бара жатқан кезде осы сөзді айтамыз, going to the park деген сияқты. Бірақ тағы да бөлек, егер балалар қараңыздар, going to-дан кейін бір бағыт бағдарды білдіретін бір здания, жана мектеп, парк сияқты емес. Егер осы going to-дан кейін етістік келетін болса, балалар, онда бұл going дегеннің мағынасы, аудармасы өзгеріп кетеді. Ол бара жатыру дегенді мағынаны білдірмейді. Ол бір нәрсені істегелі жату дегенді білдіріп кетеді. Барғалы жаттыру емес, бір нәрсені істегелі жатқанды білдіріп кетеді. Қазір мысалдарымызда түсінікті болады. Орысша айтқан кезде собираться. Біз бір нәрсені жоспарлап қойған кезде, пландап қойған кезде, мен осыны істейін деп жатырмын, мен бүйтейін деп жатырмын, мен сөйтейін деп жатырмын деп айтамыз. Міне тура осы сөз тіркесі, мен бүйтейін деп жатырмын, сөйтейін деп жатырмын деген, осы going to, содан кейін ары қарай осы жерден кейін етістік кетеді екен. Сол етістікті, мысалы, ұйықтау болса, ұйықтайын деп жатырмын. Мектепке бару болса, мектепке барайын деп жатырмын деген сияқты. Бір нәрсе сатып алайын деп жатсаңдар, байды қоятын болсаңдар, мен сатып алайын деп жатырмын деген сияқты. Орысша айттым, собираться. Я собираюсь, он собирается, мы собираемся, они собираются что-то сделать, купить, продать деген сияқты. Жақсы ма, балалар? Енді түсінікті болу үшін бірден мысалдарымызға көшейік. Бірінші мысалымызда, мысалы, мен бір нәрсе істейін деп жатырмын дегенді, келтірейік, мен бір нәрсе істейін деп жатырмын. Бұл қалай, бұл тура сол present continuous сияқты, яғни есімдік жүреді, есімдіктен кейін to be етістігі жүреді, present continuous сияқты, тура қазір I болса, am қосылады, I am going, I'm going, я собираюсь, мен істейін деп жатырмын. Не істеу? To do, жасауға, do деген бізде істеу, жасау, Я собираюсь сделать, орысша айтқан кезде, мен істейін деп жатырмын. Нені? Something. Мен бір нәрсе істейін деп жатырмын. Я собираюсь сделать что-то. Тура құралымы тура осылай болады кәдімгі. Есімдік, есімдіктен кейін present to be қойылады, am, is, are болады. Есімдікке байланысты, әрі есімдікке байланысты. Содан кейін going, істейін деп жату, содан кейін барып to-дан кейін етістік келеді екен, Сонда біз осы келген етістікті істейін деп жатқанымызды білдіреді екен, going деген, Бара жатыру дегенді білдірмейді. Міне, going to етістік, біз, мысалы, істеуге бара жатырмыз деп айта алмаймыз ғой. Мына жерде басқа бір мекеме болатын болса, жер болатын болса, Лондон болса, Лондон қаланың аттары болса, онда біз мына going-ді біз бара жатырмын деп аударамыз. I'm going to London, мен мысалы Лондонға бара жатырмын. I'm going to school, мен мектепке бара жатырмын деген сияқты. Ал мына жерде етістік келіп тұр, сол үшін бұл жерде бара жатырмын деген мағынаны білдірмейді. Мен істейін деп жатырмын. Бір нәрсені істейін деп жатырмын деген мағынаны білдіріп береді. Екінші мысалымыз, мысалы, I'm going to buy. I'm деп қысқартып жіберсе де болады. I'm going, мен
істейін деп жатырмын. Нені? To buy. Я? Не болды сонда? I'm going to buy. Біз сатып алуға бармаймыз ғой, я? Сатып алуға бара жатырмын деп айта алмаймыз бұл жерде. Бұл жерде істейін деп жатыр деген мағынаны білдіреді. Сол үшін I'm going to buy. Мен сатып алайын деп жатырмын. Не сатып алайын деп жатырмын? Some books tomorrow деп мысалы. Все, біз, яғни біраз кітап сатып аламыз деген план, жоспар құрып қойдық, я? Все, ол, значит, мен сол біраз кітаптарды сатып алайын деп жатырмын деп айтқан кезде, міне осылай айтады екенбіз. I'm going to buy some books tomorrow. Я собираюсь купить несколько книг завтра деген сияқты. Келесі сөйлемімізде, мысалы, енді басқа есімдік алайық. She деген қыз баланы алайық, иә? Ол осы кеште телевизор көрейін деп жатыр. Қалай болады? She is бөлек жазсақ болады, немесе she is деп қысқартып жіберсе де болады, мысалы былайынан. Апостроф. She is going. Ол нені білдіреді? Она собирается. Орысша айтқан кезде она собирается. Не істеуге? To, не дедік біз? To watch, көруге дедік. Она собирается посмотреть. To watch TV. Осы кеште дедік, я? This evening. Яғни бүгін кешке дегенді білдіреді. This evening деген осы кеш бүгін кешке дегенді білдіреді. Ол бүгін кешке телевизор көрейін деп жатыр. Она собирается посмотреть телевизор этим вечером. Төртінші сөйлем. Енді есімдіктердің орнына басқа бір адамның атын алып көрейік. Адамның атын басқа бір есімдіктерген кезде біз айтқанбыз, егер бір адам болатын болса, ол is болады, көп адам болатын болса, are болады. Мысалы, Сара өзінің машинасын сатайын деп жатыр. Сара деген бір адам, қыз бала, сол үшін is болады. Сара is going to, сату бізде қалай? Sell. Өзінің машинасын, Сара бізде қыз бала болғандықтан өзінің деген her болады, я? Оның машинасы her car. Сара is going to sell her car. Сара өзінің машинасын сатайын деп жатыр. Сара собирается продать свою машину. Бесінші сөйлем. Енді мен істейін деп жатқан жоқпын. Болымсыз сөйлемі қалай болады? Тура present continuous'тағыдай болымсыз сөйлемеде жай ғана жаңағы to be-лардан кейін not сөзі қойыла салады екен. Мысалы, мен таңғы ас ішейін деп жатқан жоқпын. Я? Мен таңғы ас ішейін деп жатқан жоқпын. I'm not going. I'm going деген мен істейін деп жатырмын. I'm not going, мен істейін деп жатқан жоқпын. I'm not going to have breakfast. Осы таңертең this morning. I'm not going to have breakfast this morning. Бүгін таңертең мен таңғы ас ішейін деп жатқан жоқпын. Неге? Себебі I'm not hungry. Яғни себебі деген сөз жоқ бұл жерде. I'm not hungry, мен аш емеспін. Себебі болатын болса because I'm not hungry. I'm not going to have breakfast this morning. I'm not hungry. Мен бүгін таңертең таңғы ас ішейін деп жатқан жоқпын. Мен аш емеспін. Міне, жай ғана to be-дан кейін not сөзі қойыла салады екен. Енді сұраулы сөйлемі қалай болады? Мысалы, сен бір нәрсе істейін деп жатырсың ба, ол бір нәрсе істейін деп жатыр ма деген сияқты сұрақ қойылатын болса, тура осындай to be-лар уже не істейді екен? Алдына шығады екен. Есімдікпен to be-дің орны ауысып кетеді екен. Мысал келтірейік. Сен Джонды өзіңнің жаңағы вечеріңе шақырайын деп жатырсың ба? Қалай болады? Сен деген бізде to be болады. Are you going? Ты собираешься деген сұраулы сөйлем кетті бұл жерде. Are you going? Шақыру бізде қалай еді? Invite, приглашать, я? Are you going to invite? Ты собираешься пригласить? Орысша айтқан кезде. Сен шақырайын деп жатырсың ба? Джон. Сен Джонды шақырайын деп жатырсың ба? Қай жаққа? Өзіңнің кешіңе, я? To your party. Party деген кеш, вечеринка, орысша айтқан кезде.
Жақсы, тұра берсін. Are you going to invite John to your party болады екен. Яғни сен Джонды өзіңнің кешіңе шақырайын деп жатырсың ба? Келесі, нақты сұрақ қойып көрейік. Сен бүгін түнде кешке қандай киім киейін деп жатсың, иә? Орысша айтқанда, что ты собираешься одеть на вечеринку сегодня ночью деген сияқты. What are you going? Яғни нақты сұрақ ең бірінші кетеді, содан кейін to be кетеді, содан кейін есімдік, содан кейін going. What are you going? Кию деген бізде носить, үстіде бір нәрсе киіп жүр, ол wear болады, иә? What are you going to wear? Что ты собираешься одеть? Орысша айтқан кезде. Сен не киейін деп жатсың? Қай жаққа? Кешке. To the party. Осы түні деген tonight болады. Иә, мына жақта сұрақ белгісеген ғой. Не көктеп тұрсам, біз сұрақ қойып отырмыз ғой. Are you going to invite John to your party? Сұрақ белгісін қою керек. What are you going to wear to the party tonight? Сен бүгін түнде кешке не киейін деп жатырсың? Көрдіңіздер ме? Going деген, яғни бара жатыру деген емес, бір нәрсені істейін деп жатыру деген сөз болып кетеді екен. Егер going to'дан кейін не келетін болса, етістік келетін болса, мынаның барлығы етістік, иә? Invite, шақыру, wear, киіп жүру, have, жаңағы қабылдау деген сияқты. Бар болу, sell, сату, watch, көру деген сияқты. Түсінік ма балалар? Your hands are dirty. Сенің қолдарың, өздерің айтыңыздар. Your hands are dirty. Бұл не деген сөз? Present simple, to be етістігі деп тұр. Сенің қолдарың лас, кір деп тұр. Сенің қолдарың кір деп тұр. Сөйтсе, екіншісі айтады, не дейді? Не дейді екіншісі? Я, мен білемін дейді. Yes, I know. Yes, I know. Я, мен білемін. I'm going to wash them. Your hands are dirty. Yes, I know. I'm going to wash them. Сенің қолдарың кір. Я, мен білемін. Мен оларда не істейін деп жатырмын? Жуайын деп жатырмын. Я собираюсь помыть их. Яғни оларда деген бұл жерде, яғни сол жерде қолдарын айтып отыр, иә? Олардың деп өстіп айта салады екенбіз. Something is going to happen дейді. Something деген бізде белгісіз бір нәрсе. Бір нәрсе деген ол бізде жекеше түрде келіп тұр, сол үшін is болады. Something is going to happen деген орысша айтқанда происходить. Қазақша бұл да болу дегенді білдіреді. Сонда бір нәрсе болайын деп жатыр. Бір нәрсе болайын деп жатыр. Что-то собирается произойти. Келесі 10-шы сұрақ. Look at the sky. Не деген сөз? Бұл жерде бүйрі қарай келіп тұр, етістік бірінші келіп тұр. Look at the sky дейді. Леп белгісін қойып қояйық. Не деген сөз? Аспанға қара деген сөз. Look at the sky. It is, қысқартылғанда it's going to rain дейді. Rain деген бұл жаңбыр дегенді білдіреді, және жаңбыр жауы дегенді білдіреді. Етістік те бола алады, зат есімде болады, етістік те болады. Сонда бұл жерде етістік ретінде келіп тұр. Look at the sky, it's going to rain. Яғни аспанға қара, жаңбыр жауайын деп жатыр деген сөйлем келіп тұр екен. 11-ші сөйлем. It's 9 o'clock. Яғни it's 9 o'clock. Сағат 9 болды деген сөз. It's 9 o'clock деген. Сағат 9 болды. And I'm not ready. Не деген сөз?
I'm not ready деген. Мен дайын емеспін деген сөз. I'm not ready. Мен дайын емеспін. I'm going to be late. Так, бұл жерде I'm going to be. Міне қараңыздар, be дегенде ол да бір етістік қой, болу деген етістік. Яғни өзінің түбірі келіп тұр. To be болу. Не болу? Late. Яғни кешігу. To be late деген ол бізде кешігу деген сөз. Сонда не болды? It's 9 o'clock and I'm not ready. I'm going to be late. Сағат 9 болды және мен дайын емеспін. Мен кешігейін деп жатырмын. Собираюсь опоздать. Міне осындай жоспар құрмасақ та, кешігейін деп жатырмын деген, яғни уже белгілі, үлгермей атқанымыз белгілі. Сол үшін де бұны да осы going деген сөз тіркесімен айтады екенбіз. 12-ші сөйлем. Ол, қараңыздар. He's going Бұл не деген сөз қазір? Міне, қараңыздар. He's going, баған бері айтып отырмыз, ол стейін деп жатыр. Не стейін деп жатыр? Бұл жерде қараңыздар, the stadium деп тұр. Бұл жерде уже еттуден кейін, going to-дан кейін не келіп тұрған жоқ, етістік келіп тұрған жоқ. Сол үшін бұл жерде кәдімгі бір здание, stadium деген, стадион деген сөз. Яғни, бұл жерде бұл уже бір нәрсені стейін деп жатыру деген мағына емес, бұл жерде кетіп бара жатыр деген мағынаны білдіреді екен. Бағыт бағдарда білдіретін сөз. Ол стадионға кетіп бара жатыр деген сөз бұл жерде уже. Ол стадионға кетіп бара жатыр. Не үшін кетіп бара жатыр екен? He is going, қайтадан going. Не көрдіңіздер ме? He is going to play football. Енді he is going, мына жерде де going, енді going to-дан кейін не келіп тұр? Қарап тұрсаңыздар, байқасаңыздар, етістік келіп тұр, Енді бұның мағынасы бара жату емес. Енді бұның мағынасы футбол ойнайын деп жату болып кетеді. Көрдіңіз бе? Етістік келіп тұр себебі. Орысша айтқан кезде, он идет в стадион, он собирается играть в футбол. Көрдіңіз бе? Идет, мына жерде идет дегенді білдірсе, мына жерде собирается дегенді білдіріп кетеді. Қазақша айтатын болсақ, ол стадионға кетіп бара жатыр. Яғни мына жерде кетіп бара жату дегенді білдіреді. To деген ға дегенді білдіреді. Стадион ға деген, бағыт бағдарды білдіретін сөз болып кетеді. Ал мына жерде he is going, ол футбол ойнайын деп жатыр дегенді білдіріп кетеді. Бара жату деген сөз емес, футбол ойнайын деп жатыр дегенді білдіріп кетеді. Түсінікті ме, балалар? Яғни етістік келу керек міндетті түрде. Сол кезде бұның мағынасы бір нәрсені істейін деп жату болып кетеді екен. Так, 13-ші сөйлем the car. Бір нақты бір көлік, машина. Машина бізде жекеше түрде келіп тұр. Сол үшін is-ді қолданамыз. The car is going. Енді қараңыздар, машина кетіп бара жатыр ма? Жоқ, машина бір нәрсе істейін деп жатыр ма? Қалай білеміз? Going to-дан кейін бір мекеме болатын болса, бір адрес болатын болса, бір қаланың атын болатын болса, онда ол кетіп бара жатыр дегенді білдіреді екен. Бірақ бұл жерде turn деген етістік келіп тұр. Turn деген ол бұрылу деген сөз. Яғни left деген солға, және right деген оңға деген сөз. Екеуінде жазып қоян. The car is going to turn left. Mesela the car is going to turn right болады екен. Сонда бұл жерде уже бара жату деген сөз емес, бұрылу, бұрылайын деп жатыр. Машина собирается поворачивать налево, left направо, right, оңға. Машина солға бұрылайын деп жатыр, немесе машина оңға бұрылайын деп жатыр деген мағынаны білдіреді. 14-ші сөйлем. Так. The shelf. Shelf деген, шкаф деген сөз білдіреді. Бір нақты бір шкаф. Полка. Полка деген білдіреді. The shelf. Яғни жекеше түрде келіп тұр. Сол үшін де going болады екен. Is болады екен. The shelf is going to fall down.
Fall деген бізде балалар етістік, құлау деген етістік, down төмен. Сонда не болды? Полка сөре құлайын деп жатыр. The shelf is going to fall down. Яғни сөре құлайын деп жатыр болады екен. 15-ші сөйлем. What am I? Нақты сұрақ келіп тұр, What am I going to do болады екен. Сұрақ белгісін қояйық. What am I going to do? Бұл не деген сөз? Мен не істейін деп жатырмын. Мен не істейін деп жатырмын деген сұрақ екен. Оп-оңай, 16-ші сөйлем. Олар Томды өлтірейін деп жатыр ма деген сұрақ қалай болады? Олар бізде көпше тұр, сол үшін сұрақ алдындағы to be адан басталады, Are they going? Өлтіру, убивать, kill, killer деп айтамыз, killer деген өлтіруші деген мағынаны білдірген, kill өлтіру. Are they going to kill? Олар өлтірейін деп жатыр ма? Том. Бұл сұрақ белгісі, сұраулы сөйлем. Are they going to kill Tom? Олар Томды өлтірейін деп жатыр ма? Том деп адамды жазбай-ақ қояйық, Не деп жазсақ болады? Какой-то бір итті өлтірейін деп жатыр ма деп, Are they going to kill the dog? Олар итті өлтірейін деп жатыр ма? Деген осы дұрыс болар, адамнан көрі. Are they going to kill the dog? Олар итті өлтірейін деп жатыр ма? Келесі, 17-ші сөйлем. Ол өзінің ағылшынын жақсартайын деп жатыр. Сұрау емес, болымда айтар. Қыз баланы айтар. She's going. Жақсарту бізде улучшать, не болады? Improve болады, She's going to improve your English. Ол өзінің ағылшынын жақсартайын деп жатыр. Жақсартайын деп жатқан жоқ болатын болса, онда she's not going to improve your English болады. Егер жақсартайын деп жатыр ма деп сұраулы болса, онда is алдына шығатта is she going to improve your English болады. Оп-оңай, болымсызы және сұраулысы. 18-ші сөйлем. Том үйленейін деп жатыр. Том, бір адам, сол үшін is going to marry. Marry деген үйлену. Сонда не болды? Tom is going to marry. Олар үйленейін деп жатыр деп келетін болса, they are болады, Ол көпше түрде болатын болса, they are going to marry. Так. Том өлейін деп жатқан жоқ. Tom isn't going to бізде өлу деген етістік. Ол die болатын болса, Tom isn't going to die. Бұл жерде болым сөйлем келіп тұр. Том өлейін деп жатқан жоқ. Том не собирается умирать. Осы жеткен кезде. Соңғы 20-ші сөйлеміміз, балалар, олар кешірім сұрайын деп жатқан жоқ. Они не собираются просить прощения. They are not, деп айтса болады, немесе қысқартып aren't деп те болады, айтсақ та болады. They aren't going to apologize. They aren't going to apologize. Олар кешірім сұрайын деп жатқан жоқ. Мінекей балалар, 20 сөйлемді жазған кезде барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Барлығын бір рет қайталап шығайық. Lesson 83 going to. Яғни бірнәрсе істейін деп жатыр. I'm going to do something. Мен бірнәрсе істейін деп жатырмын. I'm going to buy some books tomorrow. Мен ертең біраз кітап сатып алайын деп жатырмын. Немесе бірнеше кітап сатып алайын деп жатырмын. She's going to watch TV this evening. Бүгін кешке ол телевизор көрейін деп жатыр. Sarah is going to sell her car. Сара өзінің машинасын сатайын деп жатыр. I'm not going to have breakfast this morning. I'm not hungry. Мен аш емеспін. Мен бүгін таңертең таңғы ас ішейін деп жатқан жоқпын. Are you going to invite John to your party?
Сен өзіңнің кешіңе Джонды шақырайын деп жатырсың ба? What are you going to wear to the party tonight? Сен бүгін түнде кешке не киейін деп жатырсың? Your hands are dirty. Yes, I know. I'm going to wash them. Сенің қолдарың кір, лас. Я білемін, мен оларды жуайын деп жатырмын. Something is going to happen. Бір нәрсе болайын деп жатыр. Look at the sky. It's going to rain. Аспанға қара. Жаңбыр жауайын деп жатыр. It's 9 o'clock and I'm not ready. I'm going to be late. Сағат 9 болды. Мен дайын емеспін. Мен кешігейін деп жатырмын. He's going to the stadium. Ол стадионға кетіп бара жатыр. He's going to play football. Ол футбол ойнайын деп жатыр. The car is going to turn left. Машина солға бұрылайын деп жатыр. The car is going to turn right. Машина оңға бұрылайын деп жатыр. Бір нақты бір машина. Көріп тұрған машинамыз. The shelf is going to fall down. Яғни сөре құлайын деп жатыр. What am I going to do? Мен не істейін деп жатырмын? Мына жерде тағы да мен не айтайын деп жатырмын десек, what am I going to say деп те айтуға болады екен. Are they going to kill the dog? Олар итті өлтірейін деп жатыр ма? She's going to improve your English. Ол өзінің ағылшынын жақсартайын деп жатыр. Tom is going to marry. Том үйленейін деп жатыр. Tom isn't going to die. Том өлейін деп жатқан жоқ. They aren't going to apologize. Олар кешірім сұрайын деп жатқан жоқ. Они не собираются просить прощения. Мінекей балалар, going to деген сөз тіркесі сендерге нақты түсінікті болды деген ойдамын. Оп-оңай кәдімгі present continuous сияқты айтады екенбіз, бірақ going-нан кейін, going to-дан кейін етістік келсе, ол бір нәрсені істегелі жату екен, яғни жоспарлап қойған нәрсені осылай going to арқылы айтады екенбіз. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақта аяғына шейін көргендеріңізге рахмет. Олай болса келесі сабаққа дейін кездескенше балалар, сау болыңыздар.